Желіде хит болған қияр салатты мен де жасап көрейін дедім. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады екен. Бір жасағаннан 1-2 килосын бір-ақ жасайсыздар. Дәмі шынымен де өте күшті екен. Осылай алдымен қиярларды жуып тазалап алып, екі бетінен осылайша алып тастайтын боламыз. Қиярды қойып, екі шетінен 2 ручка қойсаңыздар, кез келген өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша Қытай таяқшаларында қойсаңыздар болады. Бірақ міндетті түрде осылай екі жағына қою керек. Сонымен пышақтың көмегімен қиярдың бір бетін осылайша түзу қылып ұзынша етіп кесіп аласыздар да, екінші бетін сәл қиғаштау етіп кесесіздер. Сонда біздің қиярларымыз гармошка тәрізді болып шығады. Бірінші жасағанға болады деп ойлаймын, себебі мен еш қиярларды бұлай сәндеп кесіп көрмеген екенмін. Осылайша біреу ұқсаса да, біреу ұқсамаса да барлық қиярларымды кесіп дайындап алдым. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, не болмаса бұлай турай алмасаңыздар, өз қалауларыңыз бойынша дөңгелек етіп салонка етіп турасаңыздар да болады. Осылайша менде бірінші кескенге осындай болып шықты. Біріншіге болады деп ойлаймын. Осылайша барлығын қиярларымды дайындап алғаннан кейін турап арнайы пакетке барлығын салып алатын боламыз. Бұл пакетте дайындалатын салат болғаннан кейін осылайша пакетке саламыз. Егер де сіздер көпте жасайын дейтін болсаңыздар, пакеттеріңізді бұдан үлкендеу етіп жасайсыздар. Мен біріншіге осылайша аздап қана жасап көрейін дедім. Балаларға ұнайды ма екен, ұнамас па екен деп осылайша пакетке салып аласыздар. Сонымен арнайы ыдысқа соевый соусты құясыздар да, оның үстінен тұзды, паприканы салып, барлығын жақсылап араластырып аласыздар. Негізінде үйлеріңізде чеснок болса, чеснок қосқандарыңыз өте күшті кетеді. Менде чеснок болмағаннан кейін бар мен базар етіп осылайша дайындап жатырмын. Барлығын араластырып алғаннан кейін осы соялы массамызды қиярдың үстінен салып жібереміз, құйып жібереміз де, оның үстінен оливковое масло құю керек деген. Менде оливковое болмағаннан кейін кәдімгі тамаққа қосатын сұйық майды құйып жібердім. Аздап қана құясыздар. Оның үстінен аздап қана жарты чайный ложка көмегінде кез келген уксус жарайды. Кішкене ғана осылай уксус қосып жібересіздер. Сонымен пакеттің аузын жауып, біз осы қиярларымызды жақсылап шайқап араластырып аламыз. Дәл видеодағыдай етіп, пакеттеріңізді жауып, жақсылап қиярдың барлық жеріне бірдей соя масса тигенше осылайша барлық шетін араластырып аласыздар. Барлығын араластырып дайындап алғаннан кейін холодильникке 15-20 минут уақытқа қойып қоясыздар. Біздің бұл қияр салатымыз дайын болғанша кішкене мұздап, кітірлек болып шығу үшін осылайша 15 минутқа холодильникке қойып, 15-20 минуттан кейін алып, өз қалауларыңыз бойынша кез келген ыдысқа салып, бетіне өз қалауларыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Мен әсемдік үшін бетіне күнжіт сеуіп, осылайша жасап дайындап алдым. Кез келген тамақты сәндеп жегенге не жетсін. Міндетті түрде чеснок болса, чеснок қосқандарыңыз өте жақсы. Осылайша менің қияр салатым дайын болды. Желідегі жасап көруге өте күшті екен, ұстойт екен. Егер менің салатым сіздерге ұнаған болса, жоғалтылмашын каналыма тіркеліп сақтап алыңыз.